Биыл Ақтөбе облысында ауылдағы кәсіпкерлікті қолдауға 2 миллиардқа жуық қаржы қарастырылған. Шаһар іргесіндегі Благодарный ауылының кәсіпкері балалар үшін ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын курс ашыпты. Осыған дейін ауылда мұндай оқу орталығы болмаған. Жанболат Бәкіршінов 3 миллион теңге несие алып, оқу залын жабдықтап, қажетті оқулықтар сатып алған. Мұнда қазір тәжірибелі мұғалімдер дәріс береді. Бұдан бөлек шағын демалатын орындары мен дәмханаларда ашылып, жергілікті тұрғындар жұмыспен қамтылуда. Осылайша Ақтөбе өңірінің тұрғындары жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында кәсіпкерлікке ынталары артып отыр. Түрлі қаржылар бөлініп жатыр, үкімет тарапынан мемлекеттік қолдау көрсетіліп жатыр. Сол мемлекеттік қолдауды жақсы қолданып, кіші кәсіпкерлер жеке кәсіпкерлік ашып, жақсы жұмыс жасап жатыр. Мен соған ризамын. Ол бағдарламаның тағы жақсы бір ұтқырлық жері, мал шаруашылығымен қоса жеке шағын моншалар ашса да, олардың құжаттарын рәсімдеу жеңілдетілді. 40 шақты адам құжаттарын дайындап, осы істерін бастап кеткісі келеді.